Сіздермен бірге Miko Games. Соңғы уақытта менің каналымда хейтерлер көбейіп кетті. Оның бәрін ашық әңгіме қылып, мен сіздерге бәрін толықтай түсіндіріп шығайын. Ең басында маған ол баланың өмірін интро жасап алу үшін бір бала берген болатын. Мен қара түсті бұлдырлап кететін интроны, соңғы интроны жасаған көрген болса, сол интроны маған жасап берді. Одан кейін WhatsApp-пен біз жақсы сөйлесіп жүрдік. Соңында ол қуып бір жаман видеолар жіберіп жүрді. И одан барып менің телефонымды күнде папам тексереді. Сондықтан ол папам көріп, оны заблокировать етіп тастаған болатын. Ол кейін менен сұрады, неге мені заблокировать етіп тастадың деді. Маған жаман комментарий жазып, көп, негізі ода 10 аккаунт бар. Менде 90 болып еді, мен оған 10 аккаунтпен тіркелші деп айттым. Ол тіркелді, одан барып, сондықтан ол 90 болып қалды қайтып. Мен сол заблокировать етіп тастағаннан кейін папам. Ол өйткені ол жынданып, неге заблокировать етіп тастадың деп, күнде солай комментарий жазып, дизлайк, 10 аккаунтпен дизлайк басатын болды. Енді соны менің әр шыққан видеома лайк басып отырыңыздар міндетті түрде. Ол хейтерді жеңейік. Мен оның негізі бір-ақ адам екен білем, бірақ ол 10 аккаунт ашып алған. Сондықтан подписаться етіп мені қолдап, хейтерлер жеңу үшін маған лайкты аямай басыңыздар. Сол енді алдағы уақытта вызов принять шығады деген ойдамын. Заку KZ пен Заку KZ өкінішке қарай тауға қарай кетіп қалды. Оған жақсы енді. Тауға қарай кетіп қалды. 5 күнге, осыдан 3 күн бұрын, 2 күн, 4 күннен түсіретін болыңыздар. 4 күннен вызов принять шығуы мүмкін, құдай қаласа. Күтіңіздер. Сіздермен болған Miko Games. Қош сау болыңыз.